Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дүниежүзі тарихынан келесі бейне дәрісімізді түсіндіретін боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Киев Русінің құрылуы, яғни Киев мемлекетінің қалыптасу тарихы, ежелгі славяндардың қалыптасуы, билеушілер дәуірі және орыс мәдениетінің алтын ғасырымен танысатын боламыз. Енді біз жалпы славян тайпалары біз алдыңғы батыс римнің құлауы дәрісімізде римдіктерге герман тайпалар шабуыл жасағандығын айтқан болатынбыз. Сонымен қатар осы германдықтардың тағы бір көші тайпалары болған болатын. Олар славян тайпалары деп аталған болатын. Жалпы славян тайпалары Еуропадан шыққан. 1-2 ғасырларда Рим тарихшылары Плиний мен Тациттің жазбаларында осы славян тайпалары туралы деректер кездеседі. Жалпы славян тайпалары бізде үш топқа бөлінеді. Олар батыс славяндар, оңтүстік славяндар және шығыс славян тайпалары болып. Батыс славяндарға келер болсақ, бізде чехтар, словактар, поляктар, ал оңтүстік славяндарды болгарлар, сербтер, хорваттар, словендер, черногорлар құрайды. Ал шығыс славяндарды орыстар, украиндар, белорустар құраған болатын. Бұл жалпы Еуропаның шығыс бөлігінің өзі 3 бөлікке бөліп қарастырып тұрған мысал болып табылады. Енді Еуропадағы алғашқы славян мемлекеттерінің құрылуына келер болсақ, алдымен болгар патшалығы туралы айтсақ болады. Бұл болгар патшалығы Византияның солтүстік батыс бөлігінде құрылған деп Византия империясы дәрісімізде қысқаша айтып өткен болатынбыз. Бұл болгар патшалығын 681 жылы Аспарух хан негізін қалайды. Одан кейін ұлы Моравия 833 жылы Моймир атты князьдің тұсында күшейеді. Чех мемлекеті 10 ғасырда қалыптасады, поляк мемлекеті 10 ғасырдың 1-ші межқолының тұсында қалыптасып күшейген болатын. Тайпалық одақтан феодалдық қоғамға өту. Алғашқы қауым тайпалық одақтар. Жалпы бұл славян тайпаларында маңызды халық жиналысы вече болған болатын. Сонымен қатар әскери көсемдердің билігі өте жоғары бағаланды. Өндіргіш күштердің жедел дамыды. 8 ғасырда егіншілік заңы қабылданған болатын. Таптық қоғамы 6-8 ғасырларда алғашқы қауымдық құрылысы ыдырап, топтық феодалдық қоғамға өту бастаған болатын. Яғни қол иеленушілік қоғамнан феодалдық қоғамға осы славян тайпалары 6 және 8 ғасырларға көшкен болатын. Псево Маврикий атты дерек қалдырып кеткен осы тұлға. Ол 6 ғасырда славяндар тұтқындарды көптеп сатқан деп жазып кеткен болатын. Яғни бұл қол иеленушілік кезеңінің болғандығын айтады 6 ғасырда. Енді жалпы славян тайпаларының тарихына келер болсақ, ол 862 жылға тікелей байланысты, яғни рюриктер әулетінің билікке келуі. Жалпы 9 ғасырда бізде осы славяндар жерінде 2 үлкен одақ құрылған болатын. Оның бірі солтүстікте Ильмен көлінің маңында кривичтер, яғни Новгородта кривичтер одағы құрылса, ал оңтүстік бөлігінде поляндар, яғни Киев жерінде осы поляндар одағы құрылған болатын. 862 жылы Скандинавия жерінен қазіргі Норвегия, Финляндия және Швеция аймағынан осы Рюрик атты князь шақырылған болатын. Оның славяндарға шақырылу себебі Еуропада үстемдік жасап отырған жаңағы викингтерге тойтарыс беру. Сонымен қатар Ильмен көлі бойындағы барлық тайпаларды біріктіріп, арасындағы бақталастықты жою үшін болған болатын. Рюрик әулеті Ресейде ғасырлар бойы билеген династияның бастауы болған болатын. Осылайша бізде 862 жылдан бастап Киев Русінің құрылуы туралы құрылды деп есептесек болады. 882 жылы мемлекеттің бірігуі және ұлы сауда жолы. Осы 882 жылы Киев Русі Новгород солтүстік тірек нүктесі болды. Новгород қаласы, Киев қаласы оңтүстік астанасы. Жалпы Киев Русінің астанасы осы Киев қаласы болған болатын. Ашкельд пен Дерді өлтіріп, Олег Киевті жаулап алады осы 882 жылы. Ол древлян, северян, радимич тайпаларын бағындырған болатын. Яғни Олег осы Киевтегі Ашкельд пен Дер атты князьді өлтіріп, осы Киевті өзіне қосып, осы қаланы астана еткен болатын. Сонымен қатар ол древлян, северян, радимич тайпаларын бағындырады. Византияға келер болсақ, Византия сауданың соңғы нүктесі. Яғни Киев Русі оңтүстік батыс бөлігінде осы Византиямен шектескен болатын. Сонымен қатар варягтардан гректерге баратын жол, ол Новгород пен Киевті біріктірген стратегиялық күре тамыры салынған болатын. Яғни мынау Олег 882 жылы жаулап алған
Киевті. Осы бізде мемлекетті 33 жыл басқарған болатын, яғни монархиялы түрде. Енді алғашқы князьдер мемлекет іргетасының қалануы, жалпы бізде Игорь атты князь болды. Ол 912-945 жылдар аралығында билік құрған. Басқару жүйесі елді князьдер мен жасақшылардан құралған кеңес, яғни Боярлар думасы арқылы басқарған болатын. Яғни бұл былайша айтқанда қазіргі таңдағы парламент сияқты орган болған болатын. Оны бізде Боярлар думасы деп атаған. 945 жылы Игорьді древлян тайпасы өлтіріп кеткен болатын. Келесі бізде Святослав, ол 945-972 жылдар аралығында билік құрады. Игорьдің баласы мемлекеттің әскери қуатын еселеп арттырады. Қазір осы әр князьдің тұсындағы болған оқиғаларды жеке-жеке талдап өтетін боламыз. Одан кейін бізде Владимир Мономах 980-1015 жылдар аралығында билік құрған. Святославтың кіші баласы мемлекетті барынша күшейтіп, Византиямен экономикалық, мәдени байланыстарды жоғары деңгейге көтерген, яғни Византиямен қарым-қатынас жасасқан князь болып табылады. 988 жылы маңызды оқиға ол бізде Византиядан Киев Русінің христиан дінін қабылдау оқиғасы болып табылады. 988 жылы Константинополь шіркеуінен христиан дінін қабылдау Владимир князь тұсында. Сонымен қатар дипломатия, халықаралық беделі артты. Киев Русі Еуропалық өркениеттің толыққанды мүшесіне айналған болатын. Инфрақұрылым, шіркеулік әкімшілік жүйе, Киев митрополитіне бағынатын епископтар басқаратын епархиялар пайда бола бастаған. Яғни митрополитіне бағынатын, яғни бұл шіркеуге қатысты терминдер болып табылады. Епископтар жаңағы шіркеу қызметкерлері, епархиялар солардың бірлестігі болып саналады. Ал мәдениетіне келер болсақ, византиялық сәулет, жазу және білім беру дәстүрлері осы Киев Русіне тікелей әсер етіп, Киев Русінің мәдениетінде көрінген болатын. Одан кейін алтын ғасыр. Ярослав Мудрый князьдің тұсында бізде осы Киев Русінің алтын ғасыры болып есептеледі. Ол 1019-1054 жылдар аралығында билік құрады. Ярослав Мудрыйдың тұсында экономика гүлденеді. Киев шығыс пен Еуропаның сауда орталығына айналады. Орыс тауарлары Бағдат, Хорезм, Александрияға дейін жетіп, сауда қатынастарын дамытады. Білімге келер болсақ, монастырлар жанынан алғашқы мектептер ашылады. Киев орыс қалаларының анасы деп атанған болатын. Айлақ бөлігі Подоль, яғни Форт аймағы құрылады. Сонымен қатар сәулет өнері. 1037 жылы Киевте алтын қақпалы София соборы салынған болатын. Көшпелілерді жеңген орында Ярославль қаласының негізі қаланды. Яғни осы Ярослав Мудрыйдың тұсында бізде жаңа қыпшақтарды, оның ішінде жалпы көшпелілерді жеңген аймақта осы Ярослав Мудрый Ярославль қаласын салдырған болатын. Сонымен қатар дипломатиясы, Еуропа мен туыстық байланыс, өзі швед ханшайымына үйленді, қыздарын француз королі мен ұлын Византия императорының қызына берген болатын. Яғни үйлендіріп, қоданталық қарым-қатынас арқылы елді дамытқан болатын Ярослав Мудрый. Сонымен қатар Русская правда газет дейміз ба, журналының шығуы, ол 1072 жылға байланысты, 1072 жылы шыға бастайды. Яғни бізде Ярославич әулеті қабылдаған заң князь мүддесін және феодалдық құрылыста қорғаған болатын. Яғни бұл монархияны жақтаған заң жүйесі болып табылады. Мынау суретке қарап отыратын болсақ, таразының ауыр бөлігі князь басқарушысы, ал жеңілі шаруа малай болып тұр. Яғни бұл деген шаруаның құны малайдың құнынан өте жоғары екен аңғартып отырады. Адам құны, мысалы, князь басқарушысының адам құны 80 гривен, немесе 80 өгіз, немесе 400 қой болса, ал шаруа малайдың құны 16 есе арзан болды. Яғни 5 гривенді құрады. Қауымдық жауапкершілік. Егер адам өлтіруші табылмаса, егер мысалы бір адам князь басқарушыны өлтіріп кеткен жағдайда, егер адамды өлтірген адам табылмаса, өлік табылған жердегі бүкіл қауым, яғни верф, осы Киевтегі бүкіл қауым верф деп аталған болатын, олар вира төлеуге міндетті болды, яғни айып төледі. Шаруалар князь тепкісінде қалған болатын. Дала қаупі, қыпшақтар және Мономахтың жауабы. Владимир Мономахтың тұсында бізде қыпшақтар өте осы Киев Русіне қауіп төндірген болатын.
мысалы 11 ғасырдың екінші жартысы, яғни 1068-1093-1096 жылдары Киев Русіне күйреті соққы беріп, оңтүстікті басып алады қыпшақтар. Ал жауап ретінде Владимир Мономах 1113-1125 жылдары Ярослав Мудрийдің немересі 83 жорыққа қатысып, қыпшақтарды солтүстік Кавказ, Еділ, Жайық, Донға қарай ығыстырады. Осы Владимир Мономахтың тұсында. Ол Ярослав Мудрийдің немересі болған болатын. 1097 жылы Любич съезі қыпшақтарды бастап келген Олег Святославичті жазғыру съезі болып саналады. Ораны орыс жерін сақтап қалайық. Князьдер арасындағы қырқысу тоқтамаса да, сыртқы жауға қарсы біріккен болатын. Яғни бұл Киев Русінде негізгі Киев Русі болғанымен одан бөлек кішігірім тайпалар болған болатын. Осы билікке бағынбаған, олардың ішінде мысалы Олег Святославичті айтсақ болады. Ол қыпшақтарды бастап келген болатын. Сонымен қатар 1097 жылы орыс жерін сақтап қалайық атты ұранға бүкіл мынау Киев жері бірігіп қыпшақтарға тойтарыс береді. Яғни ол бізде Любич съезінде қабылданған болатын. Мәдениеттің қайнар бұлағы жазу және жылнамаға келер болсақ, әліпби, яғни славяндарда ең алғаш рет бізде қазіргі қолданыста кириллица қалыптасқан болатын. Кириллица жазу жүйесі ол 9 ғасырда болгар патшалығында құрылған, яғни Кирилл мен Мефодий атты славян әліпбиін осы жасаған болатын. Кирилл мен Мефодий бұл әлі күнге дейін қолданыстағы әліпби жүйесі болып саналады. Сауаттылыққа келер болсақ, бізде Новгород қаласынан қайың қабығына жазылған хаттар қарапайым халықтың сауатты болған дәлелдейді. Яғни Новгород қаласынан хаттар табылған болатын. Осы хаттар арқылы біз сол кезеңнің өзінде Киев Русінде жазба мәдениетінің болғандығын аңғарамыз. Сонымен қатар бізде жылнама ұғымы, яғни летопись, бұл бізде мысалы ең маңызды жылнамаға бізде бағзы замандардың хикаясы атты жылнама жатады. Оны жазған бізде Киев Печер монастырының монахы Нестор болған болатын. Бұл бағзы замандардың хикаясында осы Киев Русінің құрылуы, сонымен қатар Киевтің алғашқы князьдері туралы көптеген ақпараттар берілген, яғни осы жылнамада. Одан кейін әдеби мұра және византиялық сәулетке келер болсақ, бізде Киев Русіндегі негізгі қазіргі күнге дейін маңызды әдеби мұраның бірі ол бізде Игорь жорығы туралы жыр болып табылады. 1185 жылы жазылған, авторы белгісіз. Бұл еңбекте князь Игорь мен Қыпшақ ханы Қоншық арасындағы соғысты баяндайтын эпикалық жыр. Оған қоса жаңағы Владимир Мономахтың өсиеті де осы жылнамаға, яғни әдеби мұраға жатады. Сонымен қатар біліміне келер болсақ, Киев Печер монастыры сол кездің өзінде жоғары білім қызметін атқарған болатын. 1086 жылы Киевте қыздарға арналған мектеп ашылады. Сәулет өнері Византия үлгісі орыс, украин, белорус жеріндегі барлық православия шіркеулеріне ұқсас салынды. Ең танымал ескерткіштер Успен соборы, Спас Преображенский монастыры және София соборы. Осы византиялық үлгіде жасалған ескерткіштер. Қорытындылай келер болсақ, Киев Русінің тарихи мұрасы мемлекеттілік, тайпалардан империяға, Батыраңқа, Полян, Кривич тайпалары бірігіп, Еуропадағы ең қуатты орталықтандырылған мемлекеттердің біріне айналды. Өркениеттік таңдау, рухани интеграция 988 жылға христиан дінін қабылдау арқылы Византия мәдениетін сіңіріп, жаңа өркениеттік жолға түскен болатын. Осы Киев Русі 988 жылы. Халықтық виче мен қатаң русская правда заңы арқылы күрделі феодалдық таптық қоғам жүйесін орнатқан болатын. Яғни бұл негізінен халықты шектеуге бағытталған жүйе болып саналады. Өйткені монархияның билігі артқан болатын. Осылайша біз бүгінгі Киев Русінің құрылуы дәрісімізді қысқаша түсіндіріп өткен болатынбыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.